Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Әлеуметтік желіде Беларусьтың президенті Лукашенконың оқушы бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетовке Ресей мен Украина арасындағы соғыста біз тыныш отыра алмаймыз. Белгілі бір тарапты таңдауымыз керек және тез арада деп бір кісілердің сөзін жеткізіп, тапсырма бергені көрініп тұр. Ал Иманғали Тасмағамбетовтың я деп бас шұлғи бергенде куә болдық. Если кто-то думает, что там конфликт Украины и России это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, ничего подобного. Так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально вот оно завтра, когда это время потребует определяться, занимать определенную позицию. Осы орайда осыдан 2 апта бұрынғы запастағы офицерлердің әскери қызметке шақырып жатқаны көңілге күдіге ұялатады. Ресей мен Украина арасында соғыста Ресейге көмек беруге дайындалып жатыр ма? Ол жағы бізге беймәлім. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болса да әлі де орекеңдердің көлеңкесінде келе жатқанымыз өкінішті. Және біз оқушы ұйымынан шығуымыз керек. Әншейінде өзбектер дейміз. Өзбек ағайындар да оқушы ұйымынан дер кезінде шыға білді және тілдеріне берік. Біз соғысты қолдамаймыз. Алла тағала қазақ еліне тыныштықты нәсіп етсін, қазақ елі жасай берсін. Алға қазақ елі.